Сәлеметсіңдер ме балалар? Мен не білемін? Математика менің күнделікті өмірімде. Бүгінгі сабақта өзіңнің алған біліміңді қолдануды үйренесің. Нөмірі 1 есеп. Қарбыздың массасы қанша? Асқабақтың ше. Балалар, қазір асқабақ пен қарбыздың массасын анықтайық. Бірінші, бұл бізде табақшалы таразы, иә? Таразының бір жағында бізде асқабақ тұр, міне. Екінші жағында гіртастар тұр, иә? Неше гіртас тұр бізде? 4 гіртас, иә? Әр гіртас 3 килограммнан. Сонда, егер менде 4 гіртас болса, әр қайсысы 3 килограммнан болатын болса, мен істеймін 4-ті 3-ке көбейтемін. Тем болады 12. Яғни мына жерде 12 килограмм гіртас орнатылған. Енді, балалар, қараңдар, таразының екі жағы тең болып тұр, иә? Екеуінің салмағы бірдей. Гіртас 12 килограмм болса, яғни асқабақтың салмағы да 12 килограмм, иә, балалар? Енді қарбыздың салмағын өлшейік. Менде мұнда 2 килограммдық гіртастан нешеу тұр? 1, 2, 3, 4, 5. Яғни 2 килограммдық 5 гіртас тұр. 10 килограмм, иә? Ал мына таразының екінші жағында қарбыз және 2 килограммдық бір гіртас тұр. Таразының екі жағы да қандай болып тұр? Тағы да тең болып тұр, иә? Яғни мына жақта 10 килограмм, мына екінші жақта 10 килограммды құрып тұр. Бірақ бізде не болып тұр, балалар? 2 килограммдық гіртас тұр, иә? Яғни қарбыздың салмағы қанша болады? Яғни екеуі екі жақта тең болса, екі жағында да 10 килограмм болатын болса, біз не істейміз? Мына 2 килограмм, 2 килограммдық гіртасты алып тастаймыз, сонда қарбыздың салмағын табамыз, иә? Тең болады 8 килограмм. Сонда қарбыздың салмағы 8 килограмм, асқабақтың салмағы 12 килограмм екен. Қысқаша жазылуы бойынша есеп құрастыр. Қарбыздың салмағы 8 килограмм, иә? Асқабақтығы белгісіз, бірақ 4 килограммға артық. Бізге табу керек асқабақтың массасы қанша? Шешуі. Егерде 4 килограммға артық болса, мен істеймін, қосамын, иә? Яғни 8 қосу 4 тең болады 12 килограмм. Жауабы асқабақтың массасы 12 килограмм. Енді, балалар, осы есепке кері есеп құрастырып, оларды шығарып көріңдер. Яғни, қандай кері есеп құрастыра аласыңдар? Мысалы, қарбыздың массасы белгісіз болсын, немесе барлығы қарбызында асқабақтың бірге алғанда салмағы қанша, барлығы қанша екенін табуға болады. Осындай екі кері есеп құрастырып көріңдер. Нөмірі 2 есеп. Уақытты сағат бойынша анықта. Балалар, біз білеміз, бір тәулікте 24 сағат бар. Ал бір сағатта 60 минут бар. Балалар, не сағатқа назар аударайықшы. Біздің сағатымызда 1-ден 12-ке дейінгі сандар оңнан солға қарай дөңгелене орналасқан, иә? Бізде бірақ тәулікте 24 сағат бар дедік. Бізде 12-ке дейін ғана сандар. Ол былай болады. Бізде уақыт 00-ден басталады да, міне 12-ке дейін былай келген кезде, қайтадан айналып келген кезде 12-ке дейін, ары қарай мына бір сандары 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,
23, 24. 24-ке келген кезде 00 болады. Міне осылай бір тәулікте 24 сағат бар. Енді балалар, үйдегі сағатқа назар аударсақ, сағатымыздың бір қысқа тілі және бір ұзын тілі бар, е? Мына сары түсті ұзын ол бізде минутты білдіреді. Ал қысқа қызыл түс бұл сағатты білдіреді. Әр санның арасында мынандай бір кішкентай сызықшалар бар. Бұл сызықшалар минуталар. Яғни мына екі санның арасында, әр қайсының арасында 5 минут уақыт бар. Мынаның 2 мен 3-тің де арасында да 5 минут. Осылай кете береді. 5 минут. Бұл жерде де 5 минут. Әр қайсында осып қосыла береді. Минут 12-де тұрған кезде ол тура уақытты білдіреді. Қазір мысалы тура сағат 3 уақыт. Мысалы түнгі 3 болуы мүмкін 00, немесе күндізгі 3 болса, біз не дейміз? 15, 15:00 деп айтамыз. Күндізгі уақыт бойынша. Енді егерде қызыл тіл 4-те тұрса, ол уақыт тура 4 болды. Немесе таңғы 4:00, немесе күндізгі 16:00, не 16, 4-тің жанында тұр. Егер 5-те тұрса қызыл тура сағат 5. Бұл тура 6, тура 7, тура 8 уақыт, тура 9, тура 10, және тура 11, 12-де тура осылай тұрады. Енді тілдер осылай орналасады. Енді сары түсті тіліміз қозғалған кезде, егерде міне қызыл 3-те тұрса, сары мысалы 1-де тұрса, ол қалай болады балалар? 3-тен қанша минут кетті? Арасы 5 минут. 12 мен 1-дің арасы 5 минут. Сонда 3-тен 5 минут, яғни 3 сағат 5 минут. Егерде минут, мысалы айтайық, 4-те тұрдық. Біз арасы 5 болғандықтан барлық 5-ті қосамыз. 4-ке дейін неше рет 5 қосылады? 1, 2, 10 болды. 3, 15, 4, 20. Сонда қалай болады? 3-тен 20 минут кетті. Немесе 15-тен 20. 15, яғни 3. 3-ті білдіреді күндізгі уақыт. 3, түнгі уақытты білдіреді. Яғни 15-тен 20 минут. Міне 15, балалар. Енді немесе айтайық, минут уақытымыз 8-де тұрдық. Сағатымыз 3-те тұр, онда қалай болады? 8-ім менде мына жер бізде қанша минут болды? 20 болса, 5-ім бұл 25 минут. Сарылар минут бізде. 30 минут алтымыз, 7 35 минут, 8 40 минут. Сонда 3-тен 40 минут кетті. Немесе күндізгі 15 40. Не осылай сағаттың көмегі арқылы біз уақытты анықтай аламыз. Енді балалар, мына сағаттардағы уақытты анықтайық. Бізде мына сағаттағы цифрлар жай цифрлар емес, рим цифрлары. Рим цифрларын есімізге түсірейік. Бір таяқша болса, бұл 1. 2 болса, бұл 2. 3, 4. Осылай жазылады. Мына В әрпі ол 5. Егерде 5-тің алдында тұрса, онда біз азайтамыз. Яғни 1-ді азайтамыз. Бұл бізде бір таяқша, ол 1. Яғни 5-тен 1-ді азайтсақ 4. Бұл 5. Егерде 5-тен кейін тұрса 1,
не істейміз? 5-ке 1-ді қосамыз, яғни 6. Егерде 2 таяқша тұрса, бұл 2 бізде. Яғни не істеймін? 5-ке 2-ні қосам. 5-тен кейін тұрса, қосам. 7. Егерде 3 тұрса, яғни 5-ке 3-ті қосам. 8. Енді бұл x 10. Егерде алдында тұрса, не істеймін балалар? Естерінде азайтамын. Яғни 10-нан 1-ді азайтамын. Бұл 9. Бұл 10. Егер 10-нан кейін тұрса, онда қосамын. Яғни 10-ға 1-ді қосамын. 11. Және 12. Енді уақытымызды анықтайық бірінші сағаттағы. Қысқа тіл бізде сағат, ұзын ол минут. Сағатым 10-ды көрсетіп тұр. 10, минут 2. 2 болса, әрқайсында 5 минуттан бар. Неше минут кетті? 10 минут, 10-нан 10 минут. Бұл таңғы уақыт. Ал түнгі уақытты істейтін болсақ, 10 бізде қанша еді? 22, яғни 22-ден 10 минут. Немесе 10-нан 10 минут кетті. Бұл күндіз таңғы уақыт, бұл түнгі уақыт. Келесі екінші сағат. Қысқа тілім 3 пен 4-тің арасында тұр. Яғни ол әлі 3-тікі. 3, және бұл бізде 6. Түнгі уақытта жазатын болсақ, 3-тен 6 бізде неше минут? Әрқайсында 5 болса, 2, 3, 4, 5, 6. 6-ын 5-ке 30, 30 минут. Сонда 3-тен 30 минут. Ал егер күндізгі уақытта жасақ, 3 бізде 15, сонда 15-тен 3-тен 30 минут кетті. Не, осылай болады. Келесі, біз білеміз, егерде минут стрелкасы, минут тілі 12-де болатын болса, ол тура уақытты білдіреді. Ал қысқа бізде қайсында тұр? 9-да тұр. Яғни уақыт тура 9:00 болды. Осы жерде барлығы басталады 00. Немесе түнгі уақыт жазатын болсақ, 9 бізде ол 21. Яғни 21:00 деп жазылады. Мектеп асханасына қапшықпен күріш және қант әкелінді. Бір қапшық күріш 8 килограмм. Бір қапшық қант 6 килограмм тартады. Егер қоймада 32 килограмм күріш, 30 килограмм қант бар болса, қай қапшық артық және қаншаға артық? Балалар, есеп мектеп асханасындағы азық-түліктер жайлы, яғни қапшықпен күрішпен қант әкелінеді. Асханада, яғни қоймада барлығы бізде 32 килограмм күріш және 30 килограмм қант бар. Әр қапшық, мысалы күріштің қапшығы 8 килограммнан, ал қанттікі 6 килограммнан. Енді бізге сұрақ, қай қапшық артық және қаншаға артық екенін табуымыз керек. Есептің шартын жазайық. Бізге не белгілі? Қоймада барлығы қанша күріш бар? Барлығы бізде 32 килограмм күріш бар, ал қант 30 килограмм. Бір қапшық күріш неше килограмм тартады? 8 килограмм, ал бір қапшық қант 6 килограмм. Бізге балалар нені табу керек? Яғни қайсы қапшық артық және қаншаға артық екенін табуымыз керек. Және қаншаға артық. Ал шешуін табайық. Бірінші балалар, бізге не белгілі? Яғни барлық күріш және бір қапшық күріштің салмағы белгілі. Яғни бізге нені табу керек?
қанша қапшық күріш бар екен, соны табу керек. Ол үшін не істеймін? 32-ні 8-ге бөлемін, Неге бөлемін? Өйткені барлық күрішті, 32 килограмм күрішті біз әр қапшыққа, 8 килограммдық қапшыққа бөліп салып қоямыз бірдей. Яғни әр қапшықта 8 килограмм. Сонда бізде қанша қапшық күріш бар екен, балалар? 4 қапшық күріш бар. Енді нені табу керек? Қантты. Дәл осылай табамыз. Яғни барлығы бізде 30 килограмм күріш бар. Біз білеміз, әр қапшықтың салмағы 6 килограмм. Яғни әр қапшыққа біз 30 килограмм қантты әр қапшыққа 6 килограммнан бөліп саламыз. Яғни 30 бөлу 6 тең болады 5. 5 қапшық қант бар. Қайсысы артық? Қай қапшық артық? Бізде қант тұрған қапшықтар артық, Енді ол қаншаға артық екен табу үшін не істейміз? 5-тен 4-ті азайтамыз. Сонда қант қапшықтары бір қапшыққа артық. Жауабы қант бір қапшыққа артық. Отбасына көкөніс өсіру үшін жер телімі бөлінді. Жер телімінің ұзындығы 9 метр, ені 7 метр. Жер телімі қоршауының жалпы ұзындығы қанша метр болады? Берілгені бойынша жер телімінің ұзындығы 9 метр, ал ені 7 метр. Балалар, ұзындығы мен ені болатын болса, бұл қай пішімде келеді? Тік төртбұрышқа. Тік төртбұрыштың 2 ені, 2 ұзындығы бар. Енді бізге жалпы ұзындығын табу үшін, яғни периметрін табу үшін не істейміз? Барлық қабырғалардың ұзындықтарын қосып шығамыз. Шешу. 9 қосылған 7, қосылған 9, қосылған 7. 9-ға 7-ні қосам 16, 16-ны 16 қосам 32 метр. Немесе тағы қандай әдіс арқылы табуға болады? Онда 2 ені 2 ұзындығы болғандықтан біз 2-ге көбейтеміз, ұзындығын 2-ге және енін 2-ге көбейтіп бір-біріне қосамыз. 9-ды 2-ге көбейтеміз 18, 7-ні 2-ге көбейтеміз 14, 18-ге 14-ті қоссақ 32 метр. Немесе не істейміз? Ұзындығы мен енін қосып, оны 2-ге көбейтеміз. 9-ды 7-ге қосамыз 16, 16-ны 2-ге көбейтеміз 32 метр. Жауабы жер телімі қоршауының жалпы ұзындығы 32 метр. Нөмірі 4-ші есеп. Шырын толтырылып құйылған 6 литрлік банка, тағы 3 және 4 литрлік бос банкалар бар. 1 литр шырынды 3 литрлік банкаға қалай құюға болады? Бізде міне балалар 6 литрлік алма шырыны бар, және бос 4 литрлік банка және 3 литрлік банкамыз бар. Бізге мына 3 литрлік ыдысқа 1 литр шырын құю керек. Ал не істейміз? Бірден мына кестеге қарайық. Кестеде бізде бастапқыда 6 литр шырын бар, 4 литр және 3 литрлік банкалар бос, яғни 0-ді біз бос деп белгілейміз, ештеңке жоқ. Енді біз не істейміз, балалар? Мына 6 литрлік банкіден 4 литрге шырын құйып аламыз. Яғни 4 литр толтырып қойған кезде бізде 4 литр шырын болады. Ал 6 литрлік банкіде қанша литр шырын қалады, балалар? 2 литр шырын қалады.
3 литрлік банкамыз әлі де бос. Енді не істейміз балалар? Мына 4 литрдегі шырынды мына 3 литрлік банкіге құямыз. 3 литр шырын болды, толтырып құйдық. Ал 4 литрлік банкының түбінде қанша литр шырын қалды? 1 литр шырын қалды. Ал 6 литрлік банкымызда әлі де 2 литр шырынымыз бар. Енді бізге мына 1 литр шырын 3 литрлік банкының ішінде болу керек, сондықтан біз мына 3 литрлік банкідегі шырынды қайтадан 6 литрлік банкіге қайтамыз құямыз. Сонда 6 литрлік банканың ішінде қанша литр шырын болады? 5 литр, 5 литр шырын болды. 4 литрлікте әлі 1 литр, ал 3 литрлік бізде 0 босады, босады. Енді бізге не істейміз? Мына 4 литрдегі 1 литр шырынды мына бос тұрған банкіге құямыз. Сонда 3 литрлік банкының ішінде 1 литр шырын. Ал 4 литрлік банкам бос, ал 6 литрлік банкының ішінде 5 литр шырын бар. Міне осылай 4 рет құйып, біз 1 литр шырынды 3 литрлік банкіге құйып алдық. Нөмір 5 есеп. Сиқырлы шаршыны толтыр. Балалар, сиқырлы шаршыны толтыру үшін біз көлденеңнен және тігінен қосуды орындаймыз, Бізде бірден мына 3 шаршының ішіндегі сандарды қосып шайық. Белгілі, 8 қосу 9 тең болады 17. 17-ге 4 қоссақ 21. Яғни көлденеңнен де тігінен де қосқан кезде бізде қанша шығу керек? 21 шығу керек. Не көлденеңнен де қосқанда да, тігінен де қосқанда да 21 шығу керек. Енді қиғашынан қосып көрейік. Яғни міне былай 4-ге 7-ні қосамын 11, 11-ге 10-ды қосамын 21. Яғни былайда қиғашынан бізде 21 шығу керек. Ал олай болса, көлденеңнен бірінші қатардағы шаршыларды қосып көрейік. 8-ге 10-ды қосам 18, 21 шығу үшін 21-ден 18-ді азайтамын, тең болады 3. Яғни мына бос шаршының ішіндегі сан 3 болады. Келесі көлденеңнен орындаймыз. 9-ға 7-ні қосамын 16, 21 шығу үшін 21-ден 16-ны аламын, белгісіз санды табу үшін. Тең болады 5. Мына бос орындағы сан 5. Енді келесі мен көлденеңнен орындай алмаймын, өйткені 2 шаршы бос, сондықтан мен тігінен орындай бастаймын. 3-ке 7-ні қосамын 10, 21 шығу үшін 21-ден 10-ды аламын 11. 11 санын жазамын. Келесі тігінен орындауға болады, немесе көлденеңнен, қалай ыңғайлы. 10-ды 5-ке қосамын 15. Енді мына жердегі бос табу үшін, бос шаршының ішіндегі санды табу үшін мен істеймін 21-ден мына 10 мен 5-дің қосындысын азайтамын. Яғни 21-ден 15-ді азайтамын. Тең болады 6. Бос шаршының ішінде 6 деген сан орналасу керек. Ал енді тексерейік. Көлденеңнен қосайық. 4-ке 11-ді қосамын 15, 15-ке 6-ны қосамын 21. Дұрыс. Енді қиғашынан тексерейік. 8-ге 7-ні қосамын 15, 15-ке 6-ны қосамын 21. Дұрыс. Енді екінші сиқырлы шаршығыны қарайық. Бұл жерде 10-ды 5-ке қосамын 15, 15-ке 12-ні қосамын 27. Яғни әр қатардағы шаршылардың қосындысы 27-ге тең болу керек. Көлденеңнен де тігіненнен де қосқан кезде менде 27 шығу керек. Және қиғашынан да тексерейік. 6-ға 9-ды қосамын 15, 15-ке 12-ні қосамын 27. Яғни қиғашынан да қосқанда 27 шығу керек.
мына екінші сиқырлы шаршыны өз бетінше толтырып көріңдер.